Өткен екі әңгімемізді талқылау барысында шежірелік моғолдар мен тарихи құндар деген кімдер, шежірелік моғол Оғыз хан мен Қытай тарихындағы хун патшасы Шануй Мөде бөлек пе, бірегей тарихи тұлға ма, Шыңғыс хан моңғол ма, түркі ме? Егер ол түркі болса, онда бүгінгі қазақ тайпаларының ішінде қайсысына жатады деген мәселелер төңірегінде көптеген сұрақтар туындады. Бұл сұрақтардың жауабын әңгімелер барысында негізіне түсіндіруге әрекет еткен едік. Алайда бүгін көріп отырғанымыздай тыңдармандар сұрақтарына орай әлі де болса ол айтқандарымызды тарихи фактілермен дәйектей түсу, оқиғалардың нақты жылдарын көрсету қажеттігі сезілді. Сондықтан тақырыпқа қайта оралып, 3000 жылдықтың 3 алыбы Оғыз ханның, Алпамыстың, Шыңғыс ханның шыққан тегін, тарихтағы тиісті орындарын нақты деректердің негізінде елге түсіндіруді мақсат тұтып отырмыз. Мақсат мынандай, азаматтар. Моңғолдар Шыңғыс ханның шыққан тегін әбден зерттеген. Олар Шыңғыс ханның түркілік қоңыраттар мыңдаған жыл мекен еткен қалқада туып өскенін біледі. Сондықтан қағанды халқа моңғол деп әлемді мойындатып қойды. Қоңыраттардың түпкі атауы Қоңқират. Ол қазақ жеріне қоныс аударған соң түркіленіп Қоңырат атанып кеткен моңғолдар деген нұсқаны басшылыққа алады. Моңғолия қазағы Зардыхан Қинаятұлы, оның еліміздегі шәкірттері Қойшығара Салғараұлы, Әлімғазы Дәулетханұлы, Қаржаубай Сартқожаұлы тәрізді шәкірттері де осы бағытта ұстанады. Олар Шыңғыс ханның әкесі Есукейдің Олғұнут ұруынан екенін, бұл ұрудың Қоңыратқа жататынын біледі. Сөйте тұра, өткен арғы ғасырларда ресейлік ғалымдардың империалистік көзқарас тұрғысынан салып берген жолынан таймай, жалған деректердің ықпалында қала тұруды жөн санайды. Біздің қоғам дәл қазір рухани сілкініске зәру. Ол үшін бұрмаланған тарихты қалпына келтіріп, қасақана адастырылған Шыңғыс хан рухын елге қайтаруымыз керек. Шыңғыс хан алаш жұртының атасы екенін жас ұрпақтың біліп өскені маңызды. Осы мақсатты алға қойып, тарихи, шынайы деректерді сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Тарихи және шежірелік деректер негізінде көзіміз жеткен және бір ақиқат Шыңғыс ханды тудырған хандық жүйе хун дәуірінен бастау алады екен. Ал хун мемлекеті қайдан шықты? Және
қашан пайда болды? Бұл сұрақтардың жауабын Гумилевтің «Хунну» кітабынан және басқа тарихи дереккөздерден табуға болады. Гумилев айтады: по-видимому, хунское кочевое скотоводство развилось уже настолько, что хунны в поисках пастбищ двинулись на север. Причем это же самое скотоводческое хозяйство обеспечило их достаточной тягловой силой. Когда прахунны пересекли песчаные пустыни, на равнинах Халхи возникли исторические хунны. Дегин, опираясь на Симатяна, считает, что 1200 года до нашей эры мы должны помещать создание хунского царства. Мінекей, түркі тарихының басында тұрған ғұндар патшалығы малдарына жайлы мекен іздеп оңтүстік көшпелілердің Халха даласына, яғни бүгінгі Монғолияның қиыр шығысына келіп қоныстануынан пайда болғаны анық жазылыпты. Бұл түстіктен келген қандай тайпа екенін Байсындық Алпамиш тарихи эпосынан көріп отырмыз. Онда Байсын қоңыраттарынан көп малды 10 мың отбасы бөлектеніп, алыстағы Қалқа даласына қоныс аударған айтылады. Түркілердің түпкі атасы болып табылатын хұндардың бұл өңірге сырттан келгені туралы сарын Монғолдың құпия шежіресінде де көрініс тапқан. Онда үшеуі жанжалдасып, ағаларынан бөлініп кеткен Бөрте Шынуа түстіктегі теңізден өтіп, бөтен елге келген соң Сұлу Марал деген қызға үйленіп, бұлардан Моғол тайпасы тарайды деп жазылған. Бұл жерде де тайпаның басқа жақтан келгені меңзеліп тұр. Тарихымыздың бастауында тұрған бұл ертедегі халықтың сипаты қандай? Тайпаның 24 рудан тұратынын айта келіп, Гумилев былай дейді: жон полагалось брать исключительно из чужого рода. Оны Бичурин, вдова старшего брата, становилась женой младшего, который обязан был о ней заботиться, как о своей любимой жене. Деген сөзімен толықтырады. Бұл деген әмеңгерлік дәстүріміздің сонау хун дәуірінен бері келе жатқанын көрсететін дерек. Осы орайда Шәкәрім Құдайберді ұлының түркі, қырғыз, қазақ һәм қандар шежіресі атты кітабынан мына бір дерек назарларымызды аударды. Жоғарғы хуннулар, жақша ішінде Хунхират, ханның қатынын енши деуші еді. Біздің қазақтың өзіне үлкен кісінің қатынын жеңеші деуі сол сөз болар деп жазыпты қажы. Демек, жеңеші деген сөздің тамыры сонау хун дәуірінде жатқанын көріп отырмыз. Бұл сөздің өзі тек қазаққа тән екенін де сіздер білесіздер. Енді ғұндарды протомонғол, яғни монғолдардың түпкі атасы деп санайтын қазақтың монғолшыл тарихшылары бұған не деп жауап берер екен? Бұларға қосымша тайпаның тілі түркі, жазу сызуға екенінде мәлім. Мы видим сходство многих
гунских слов с казахскими деп жазады академик Әлкей Марғұлан осы орайда. Однако эти слова, переданы китайской транскрипцией и искаженной форме, это прежде всего касается имен и титулов племенных вождей. Так слово «би» китайской передачи «ми». То есть в китайских источниках гунского «кунби» – «кунми». Соответственно, «унгарби» – «унгуйми», «төлеке» – «төлехе», «күлке» – «хулхе», «төре» – «дөле», «тархан» – «дагян», «дуй» – «дуйю». Бұл тілдік деректер Әлкей Марғұлан шығармашылар жинағының 15-ші томында тұр. Жазу сызудың керемет үлгілері хұндардың ұрпақтары болып табылатын көктүріктер қағанатынан қалған Орхон, Енисей ескерткіштерден көріп отырмыз. Бір ғажабы, хұндардың түрік ата-бабалар екенін топонимдік деректерді айқындап тұр. Хұндардың ұрпағы болып табылатын түрік қағанатының да, оның жалғасы көктүріктер қағанатының да, Шыңғысхан Алтайда құрған 6 алаштың ордалары да Халқа даласында тігілген, және ерте заманда Орта Азиядан келіп Халқа даласында Хунну елінің шаңырағын көтерген Қоңырат аталары екеніне осы деректерде негіз бола алады. Хундардың тілі мен этнографиясына қатысты бұл деректерді Гумилев айтқан мына сөздермен жалғайық. Егер біз Хунну мен түрік қағанаты және қағанат пен Шыңғысхан империясы арасындағы дәстүрлердің екі рет үзілгенін ескермесек, онда бізге орталық Азия тарихы түсінікті бола алмайды. Бұл үзілістерде ғылымға, ағарту ісіне қарсы тұрушылық кезеңдері жатыр дейді. Лев Гумилев ғылымға, ағарту ісіне қарсы тұрушылық кезеңі деп, дәл қазір біз бастан өткеріп отырған уақытты меңзейтін сияқты. Көріп отырғанымыздай, халқымыз өз тарихынан адасу кезеңін бастан өткеріп, енді оны қалпына келтіру жолында қиын күрес жүргізіп жатыр. Осы орайда біз шежірелік деректер мен тарихи деректерді ұштастыра зерттеу арқылы құпия болып келген біраз шындықтың бетін ашады екенбіз. Өткен екі әңгімеміз барысында шежірелік деректерде көрініс тапқан моғолдардың тарихтағы ғұндармен толық сәйкес келетінін, Қытай тарихына Шануй Моде болып енген тұлғаның шежірелік Оғызхан екені туралы нұсқамыз бір қатар тыңдармандар тарапынан өкінішке қарай қолдау таппады. Өйткені тарихшыларымыз Қытайша Шануй Модені мөде тәңір құты деп тарихымызға ендіріп қойғалы қашан. Оны мүде, мете, бөде деп дыбыстық мағыналық тұрғыда қазақ ұғымына жақындатысы келетіндер де бар. Сонда шежірелік атақты Оғызхан кім? Шежірелерде оның ұрпақтары моғолдардың соңғы ханы Елхан мен оның ұлы Қиян екенін көріп отырмыз. Ал тарихи деректерде Хуннудың 93 жылы тарих бетінен кетердегі соңғы ханы Ючиган Моденің ұрпағы екені жазылған. Екі тарихи тұлғаның бұл бір ұқсастығы ғана. Бұдан тыс екеуі де
әке тағына төңкеріс жолымен ие болған узурпаторлар екенін қайда қоямыз? Оғыз хан мен әкесі Қарахан арасындағы шиеленіс шежіреде діни көзқарас тұрғысынан түсіндіріледі. Ал Қытай дерек көзі оны тақ таласынан туындаған отбасылық төңкеріс ретінде қарастырады. Қалай болғанда да, Оғыз ханның мұндай қадамға баруына кіші әйел ықпалына түскен әкесі тарапынан жасалған теріс қадамның салдары екені тарихи деректерден нақты көрініп тұр. Нәтижеде Оғыз хан билікке келеді. Оның жолы да сол еді. Ол әкесінің хандық билікті Қытай қаншасынан туған кіші ұлының қолына ұстатқысы келген әрекеті Оғыз ханның шамына қатты тиген. Бұл біріншіден. Екіншіден, Қарахан қытайлықтардың ықпалына қатты түсіп кетіп, Ордос өңірін сол көрші елдің қарамағына өтуіне қарсы болмаған. Бұны көрген Оғыз хан, жер анамыз деп санайтын Оғыз хан, елді қалайда осындай теріс әрекеттен құтқару үшін әкесіне қарсы шығып, тақты иеленеді. Оғыз ханның шежірелік бірінші жорығы татар еліне жасалған, ал енді Қытай тарихындағы мөденің де бірінші жорығы Қытай татар хандығына жасалады. Бұл да бір ұқсастығы. Бұл екі патшаның, бірақ шын мәнінде бұлар бір адам, екінші жорығы Қытайға бағытталған. Әрине Қытайда Оғыз ханның бұл жорығына үлкен дайындық жасаған. Оғыз хан 300 мың әскермен барған кезде, олар бұған қарсы 320 мың әскер қарсы қойған. Бірақ Оғыз хан өзінің әскерін сондай қаруландыру, әскерін тактикалық тұрғыдан ұйымдастыру, соғысқа енгізу мәселесі жөнінен позициясы мықты болады да Қытайдың әскерін жеңеді. Қытай билігі араға кісі салып жүріп, өзінің қызын ұзатады Оғыз ханға. Онымен қоса үлкен жасау жабдықпен ұзатады ол қызын. Онымен қоса жыл сайын 100 мың тай жібек матасын беріп тұруға келіседі. Бұл өзі шын мәнінде құдалық емес, шын мәнінде бұл Оғыз ханның жеңісін толық мойындау деген сөз. Кіріптарлыққа түседі Қытай жағы. Содан кейін Оғыз хан арғарап бұнымен шектеліп қалмайды. Бүкіл түркі дүниесіне қарасты елдер бар сояқта, тайпалар. Солардың барының басын құрайды. Сондықтан түркі дүниесі бұл Оғыз ханды өте қатты құрметтеп, Оғызнама деген шығарма бар. Оғыз туралы көптеген мынау біздің көрші түркі елдерінде кең таралған болады. Ал енді мұны мөде деп қалдыру, бұл тарихи тұрғыда бұл әділдік емес. Бұлай, бұл оған мөде деген аттың мағынасының өзі солай. Ол Қытайдың өзі дәстүрі бар оларда. Мынау көрші елдерге кемсітіп ат қояды. Көрші елдің патшаларына мазақ түрінде ат береді. Бірақ Оғыз ханға олар ондай ат бере алмаған. Оғыз ханға Шануй мөде деген ат берген. Шануй мөде деген ер жүрек, ел билеуші деген мағынаға ие. Сондықтан біз Оғыз ханның өзінің төл атын алғаны дұрыс деп санаймыз. Біздің қазақ тарихшылары осыған мән береді деп үміттенеміз. Ал енді
Хун елінің ақырғы кезеңіне жататын оқиғаларға назар аударайық. Бұл жөнінде тарихи да, шежірелік деректерде бір-біріне толық сәйкес келеді. Оғыз хан өзі 229 жылы біздің дәуірімізге дейін, мына біздің 2000 жылдыққа дейінгі 229 жылы патшалыққа келіп, 174 жылы қайтыс болған кісі, 55 жыл патшалық құрған осы. Оның артында үлкен мемлекет қалған, бірақ ол мемлекет жылдар өткеннен кейін, биліктегі ұрпақтар ауысуынан кейін, мынау біздің 2000 жылдықтың бас жағында, 2000 жылдықтың 60-70 жылдарында ыдырайды. Себебі алып жатқан ауқымды жер өте үлкен. Мынау батысы Еділ өзені. Оңтүстік жағы Қытайдың ұлы қорғаны. Шығыс жағы Корея, Манчжурия бәрін қамтыған. Теріскей жағы Қырғыз, Саян қырғыздары. Бұл жерді орталықтағы орда қалқада тігілген, осынша үлкен территорияны ұстап тұру өте қиынға түскені мәлім, ол көрініп тұр. Сондықтан мына батыс жағы орталық билікке бағынғысы келмей, сол батысқа таман жылжиды. Орталық билікке бағынбайды. Оңтүстік жағы Қытайға қарап жылжиды. Бұлар Табғаш деген халық бар, пайда болады. Осы оңтүстікке өткен тайпалардың негізінде, хундардың негізінде. Сол дәуірде мынау қалқадағы орда ашылыққа айланып қалады. Ежелден бері мынау татар тайпасы менен мынау моғолдар, хундар арасында өте көп соғыстар болған. Хундар жағы тәуелді болған ол халық. Ол кезде Сәмби деген ат алған болатын. Осы Сәмби менен қырғыздар одақ құрып, 87 жылы Елхан бастаған моғолдар хундарға халқыға шабуыл жасайды. Сөйтіп олар жеңіске жетеді. Өйткені олар көпшілікті құраған. Сөйтіп жеңгенімен олар қырғынға ұшыратпайды, кейін шегіліп кетеді. Ал енді Қытайға, Қытай билігіне ғұндардың болмағаны керек еді. Сондықтан осы ғұндарды жойып жіберуді ойластырады. Дәл сол кезде мынандай дерек бар. 87 жылы жеңіске ұшырайды. Содан кейін мынандай тарихта мынандай жазу бар. В следующем году против Хунну ополчилась сама природа, дейді. Через халху прошла саранча, и к бедствиям войны прибавился голод деген жазу бар. Міне осындай ашаршылыққа, жеңіске ұшыраған халыққа Қытайлар атты әскерін жіберіп, толық қырғынға ұшыратады. Бұл жағдай шежіреде былай дейді. Осы қырғыннан кейін татарлардың қолына түсіп қалған Қиян мен оның немере інісі Мүкүз татарлардың қолынан қашып шығып, өздерінің жұртына келеді. Жұртына келсе, анау жау қолынан босанып шыққан бірталай мал сол үйреніп қалған жеріне келген екен. Бұл екеуі ойласады, біз бұл жерден кетпесек болмайды. Бір жерге барып жасырынуымыз керек, өйткені біз осы жерде тұра берсек, бізді олар татарларға, болмаса Қытайға тағы да сатып, бізді жойып жіберуі мүмкін. Сондықтан біз
ешкім білмейтін жерге қашуымыз керек деп олар өздеріне жай іздейді. Сөйтіп арқардың соққан жолымен ізіменен тауға шығып, Ергенехон деген жерге барып олар жайғасады. Ергенехонға жайғасқан кезде бұлардың жағдайы өте нашар болған, әрине, бастапқыда. Оның нашарлығы мынау аңыздан да көрінеді. Сол кездерде мынандай аңыз болған. Дұшпандар 10 жасар ханзаданы қол аяғын кесіп, сазды жерге лақтырып кетеді. Оны қасқыр келіп, жарақатын тілімен жалап жазып, ханзадаға ет әкеліп беріп асырап, ақырында ханзададан қаншық қасқыр құрсақтанады дейді. Бұл әрине аңыз енді. Содан қайтып келген дұшпандар ханзаданы, мүгедек ханзаданы өлтіреді. Қаншық қасқыр тауға қашып құтылады. Бұл енді Ергенехон болса керек. Сөйтіп сол жерде 10 перзент табады қаншық қасқыр. Бұл қаншық қасқырды жұрт әже, ене дейді. Ұлдар жағы әже дейді, келіндер жағы ене дейді, әжене. Сөзінен Қытай жағы, Европа жағы, әженені олар мағынасын білмейді, ашина болып кеткен. Бұл хандар әулеті деген сөз. Хандар әулеті осы қасқырдан тараған ұрпақтан сайланған деген аңыз бар. Тауға барғаннан кейін бұлар әрине өзінің үйреншікті мал шаруашылығымен шұғылданады. Сонымен қатар бұлар темір өндірісін білген. Темір өндірісін де қолға алады, оны жетілдіреді, одан таза полат өндіруді қамтамасыз етеді. Ол мен өткен жол айтқам, қозатам, тағы басқа деп. Бұдан тұрмысқа қажетті барлық заттарды шығарады. Қару-жарақ, тағы басқа заттарды шығарады. Сөйтіп жүрген кезде жылдар өтеді. 400 жылдан астам уақыт Ергенехонда болған бұлар. Содан шежіреде айтады, шежіреде де бар бұның жаңағы темір өндірісімен шұғылданғаны. Bir күні дейді, бұлар жиналады, қауым. Сөйтіп айтады, біз қазір бізді бір кезде пәсте өзіміздің жерімізді тартып алып, өзімізді қырғынға ұшыратқан екен. Қазір біз олардан қорқатын жағдайда емеспіз. Сол біз пәске түсейік дейді. Сөйтсе пәске түсетін жол жоқ. Содан олар біреу айтады, пәлен жерде кемір кені бар, темір кені. Соны ертсе жол ашылар еді дейді. Бұл енді шежірелік дерек. Бұл енді ол тарихи факт емес. Бірақ енді сол темір өндірісімен шұғылданғанын көрсету үшін айтылған дерек болса керек. Соны ертсе дейді, жол ашылар еді дейді. Содан көмірменен ағашты жинап, 70 көрік жасатып, бәрі 70 көрікті бірден басқан кезде, от сондай күшті жанып, темір кені еріп, пәске қарап аға берді дейді. Сөйтіп жүкті түйе өтетіндей жол ашылды дейді. Сөйтіп содан пәске түсті дейді. Пәске түскеннен кейін оны етекке түсуіміз, елге оралуымыз деген бұл оқиғаны тойлауды әдетке айландырды дейді. Сөйтіп бір кесек темірді отқа қыздырып, қызарған кезде төстің үстіне қойып, әуелі ханы, кейін бектері балғамен ұрар еді дейді. Бұл нені көрсетеді? Демек, Ергенехонда тайпа темір өндірісімен шұғылданғанның бір көрінісі. Ал енді тарихта археологтар забойлардың, апандардың темір қорытатын белгілердің іздерін тапқан. Осының негізінде сол жақтан табылған заттай деректердің негізінде олардың
ат әбзеліне керекті заттарды, үй тұрмысына керекті заттарды, қару жарақтарды шығарғанын ғалымдар анықтаған. Сөйтіп 540 жылдар шамасында, арадан 450 жыл өткен кезде бұлар пәске түседі етекке. Етекке түскен кезде бұлардың ең алдымен көрген тайпасы телелер болады. Телелер халқада отырған жужандарды, жужан дегенімізді сол кезде татардың аты. Жужандарды дәл жүрегінен соғамыз деп, жоңғар Тарбағатай жақтан келе жатқан. Жолда олардың алдын орайды Бумын ханның қолы. Ол 5 қаруы сай, көк сауыт киген, қарағай найза ұстаған жарау аттылы тайпаларға олар қарсы тұра алмайды, телелерді қосып алады. Телелерді қосып алу бұл жужандарға көрсетілген қыр. Бұл жағдайды естіген Қытай патшасы елшісін жібереді. Барып біліп кел, бұл қандай тайпа өзі деп. Келеді, оны Бумын хан қабылдайды. 545 жыл бұл. Сол кезде әңгіме барысында айтады, біз құндардың ұрпағымыз дейді. Енді біз тірікпіз дейді. Сол кезде құндардың ұрпағы, құндар деген ел жойылып кеткен деген Қытайлар, бұл құндар деген тірі екен деп қалай тарихына кіргізеді? Бұлар тірік екен, бұлар түрік екен деп жария етеді. Сонымен құндардың ұрпақтары түрік болып тарихқа енген. Маған өткен жолы мынандай сұрақ туды. Сіз қоңырат дейсіз, ал ол қоңырат қашан пайда болды дейді. Ол түрік шежіресінде бар. Әбілғазының түрік шежіресінде айтады. Ергенеконда отырған кезде дейді, Құрлас деген кісі болды. Құрластың ұрпақтары өзге халықтарға қарағанда көп болды дейді. Олар өздерін Құрат деп атады, Құрат. Ал енді негізге олардың Құрат болғанға дейінгі аты Құн еді ғой. Сол Құннан шығынға Құраттар, біз Қоңқұраттармыз деп шықты. Ал енді Әбілғазы айтады, Ергенеконнан дейді, Қоңыраттар шықты, Дүрбан шықты, Қорғалас шықты дейді. Ол Қорғалас пенен Қоңырат екеуі бір тайпа, Дүрбан дегенде тайпа жоқ. Демек, Ергенеконнан бірегей Қоңырат тайпасы шыққан деп айтуымызға болады. Оны алдағы уақытта тарихи деректерді тарихшылардың өздері сұрыптап айтады оны. Оны біз әлі келтіреміз. Сонымен Бумын хан 552 жылы жужан татарларын талқандап өзінің мемлекетін құрады. Түрік мемлекетін, түрік қағанатын құрады. Бумын ханның еңбегін ескеріп, өзінің жұрты оған Елхан деген ат берген. Бумын хан 52 жылдың ақырында қайтыс болады. Оның орнына өзінің ұлы Қара Ысық хан лауазымдық атымен үлкен ұлы отырады. Үлкен ұлы да 2 жылдан кейін қайтыс болады. Одан кейін Мұған хан отырады. Бұл енді Мұған хан соғыстан басқаны білмейтін, өте ақылды сондай қолбасшы болған. Ол мынау шығыс жақта Сары теңізге дейін жеткен билігін. Содан кейін солтүстік жақта қырғыздарды алған, Саян қырғыздарын. Бұл жағы Қара Ысық хан мен Мұған ханның тұсында татарлар толық саяси әскери биліктен кеткен. Ол Жужан деген аттан арылып, татар деген ат сол кезде олар алған. Ал енді 54 жылы, 554 жылы Бумын ханның інісі Істемей хан батыс жорығына шығып, иелікті Еділ бойына дейін жеткізген. Сол дәуірде түрік қағанатына қарсы тұратын күш болмаған.
74 жылы 574 жылы Мұқан хан қайтыс болады да, оның орнына інісі Тоба хан отырады. Осы Тоба ханның дәуірінде Қытайлардың Чжоу, Си деген екі патшалығы жібек матасын беріп, толық тәуелділікте болған түріктердің. Тоба хан айтады екен, Чжоу мен Си аман болса, біз аштықтан қорқпаймыз деп. Міне осы Тоба хан 581 жылы қайтыс боларда өзінің орнына Мұқан ханның ұлы Төременді ұсынады, осы хан болсын деп. Сөйтіп қайтыс болады. Төременді хан көтерер кезде Қара Ысық ханның ұлы Шету келеді. Шету. Сол айтады, бұл қалай бұл хан болады? Бұның шешесі Кәнизақ, қарадан шыққан. Ол қалай хан болады? Ол сенімсіз адам. Содан жанжалдан кейін адамдар Тоба ханның ұлы Әмірақты хан көтеріп жібереді. Әмірақ жыл өтер өтпесте Шетудің пайдасына тақтан бас тартады. Төремен осы жағдайдан кейін айтады, мен орталыққа бағынбаймын дейді. Мен апа ханмын, мен аға ханмын деп, өз алдына өзінің еншілік аймағы негізінде хандық құрып алады. Осындай жанжалдардан кейін түрік қағанаты әсте арасына іріткі түседі. Ешкімнен аяқ тартпаған, ешкімнен жеңіліп көрмеген түрік қағанаты осындай жағдайдан кейін ыдырайды. Ыдырап 604 жылы батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты болып екіге бөлінеді. Шығыс түрік қағанатына ханы болып Жаңғар, батыс түрік қағанатына ханы болып Таман сайланады. Осы дәуірде Қытайда түбі түркілік Таң әулеті билікке келеді. Таң әулетінің ханы Тайцзун өте ақылды, өте жауынгер хан болатын. Ол әуелі шығыс түрік қағанатының ханы Хатиел хан мен оның інісі Төлістің арасына от тастайды. Ағайынды екеуін жауластырып қояды. Әрқайсысына әртүрлі сөйлеп. Сонымен мынау ағайынды екеуі Хатиел хан менен Төлістің арасында жанжал туып кетеді, Төліс Қытай жағына өтіп кетеді. Содан Хатиел хан Қытайдың қолына түсіп, 630 жылы шығыс түрік қағанаты тарихтан кетеді. Ал енді батыс түрік қағанатының ханы ол дәуірде Қара Айбарлы, Қара Жабы хан еді. Олар Қара Жабы хан, оны түн жабығы дейді оны. Ол Дербент қақпасы арқылы Тбилисиде қоршап, Тбилисиде алған адам болды. Өте жауынгер патша болған. Батыс түрік қағанатының ханы. Ол өзінің ұлы Бөрішатқа енді Арменияны алыңдар деп дайындайды да елге қайтады 630 жылы. Сөйтіп мұнаяқтан жасақ жинау керек. Анаяқтағы әскерге қосымша, Кавказдағы әскерге. Осындай кезде тайпаның ішінде дау шығып кетеді, дулылар көтеріледі. Дулы деген дулаттардың атасы ғой. Осындай сәтті пайдаланған Сібірхан деген бұның туысы адам жалдап Айбарлы Жабы ханды өлтіреді. Мені көрдіңіз ба? Мұнау іштен шыққан жау жаман деген осы. Сырттан келмеген түрік қағанатына. Дұшпан іштен шыққан. Сөйтіп Айбарлы Жабы хан өлгеннен кейін батыс түрік қағанатының да берекесі кетеді. 664 жылы батыс түрік қағанатта құлайды. Бірақ
Бұл жағдайға мынау шығыстағы мынау халқада, ордасы халқаға тігілген шығыс түрік қағанатының халқы көнгісі келмейді. Енді олар былай дейді: 80-ші жылы шығыс түрік қағанатында көтеріліс болады. 81-ші жылда көтеріледі халық. 82-ші жылда көтеріледі. Олардың ойы былай екен: мен құдіретті халық едім. Қайда менің құдіретім? Мен қағаны бар халық едім. Қайда менің қағаным? Мен өз еңбегім мен күшімді қай қағанға беріп жүрмін? Деп өздерінен сұрайды екен олар. Біз қандай халық, сондай халық едік қой деп. Сол кезде дейді, түрік қағанатының аты өшуге айналды. Сол кезде Тәңір былай деді: «Я, түрік халқы жойылмайды, ол құрбандыққа да шалынбайды». Бұл көтерілісшілердің бойындағы идеологиялық қару болатын. Міне 682 жылы көтерілісті Құтлық хан бастайды. Ол да сол Елханның ұрпағы болатын, жақын ағайыны, Қат Елханның. Оның қасында айттық қой жаңа, Қытайды таң әулеті деген билеген, оның патшасы Тайцзун деген түркі болған. Сол дәуірде Чананда 10 мың үй түрк болған екен. Тойларында түркілік музыка ойнайды екен. Патшалары, байлары түркілік киім киеді екен. Бөрік, оң жағынан ілменетін шапан, жағалы. Міне сол дәуірде қытайлық білім алған Түнкөк деген кісі болған. Соны тартады бұл Құтлық хан кеңесшілікке. Сен кел, бізге кеңес беріп отырасың. Сен Қытайдың жағдайын білесің, ішкі жағдайын деп. Содан кейін Құтлық хан байсыннан Алпамысты шақыртады. Алпамыс действительно өте дәу болған екен. Мен бір жерлерден оқыған дерегім бойынша дүниедегі ең ұзын адам осы болған деген дерек бар. Өте үлкен, ірі. Алпамыс келеді. Осында ал енді көктүріктер қағанаты дейді, бұл енді мынау көтеріліс жасап отырған қағанатты көктүріктер. Сол көктүріктердің даңққа бөленген батыры Күлтегін ғой. Күлтегін 84 жыл туылған бала. Ол мынау қағанаттың құрылған кездерде о бала әлі жоқ. Оның ағасы Моғолжан. Моғолжан да буыны қатпаған кез. Сондықтан ханның, көктүріктер қағанатының бірінші ханы Құтлықтың арқа сүйері Алпамыспенен Дана Түнкөк болған. Біреуі мәслихатшы, әскери комиссар, біреуі батыр. Бұл Алпамыс ең алғашқы ұрысы мынау Қытайдың айдап салуымен, солардың қолдауымен Қалқа даласында билік жасап жатқан ұйғырларға қарсы болады. Ұйғырлардың өзінің жазалаушы әскері болған екен, 6000 адамнан тұратын. Ал енді мынау Құтлық ханның қарамағында ол кезде Алпамыстың бастауындағы 2000 ғана адам бар екен. Бірақ осы 2000 адам менен 6000 адамдық жазалаушы әскерге бұлар қарсы шығады. Тола өзенінің бойында кездескен екі жақтың әскерінде мынау түркілер жағы жеңеді. Сөйтіп Тола өзеніне қарай қуып тықты дейді. Қашқандардың артынан қылышпен шаба берді дейді. Сөйтіп толық жеңіске жетті дейді. Ал бұл жерде қалай ол? Бұл жерде бұрыннан дәстүр бар. Батырлар әуелі алаңға шыққан, майданға. Алпамыс дастанында бар, Алпамыспенен
Қараманның кездесуі бар. Қараманды алпамыс жегеді ғой жекпе-жекте. Міне сол жағдай болған осы. Неде? Алғаш кездесуде. Сонда жазады, 9 Оғыздың Ағаманы қаза тапты дейді. Ол Қараман. Сол соғыста дейді. Сөйтіп, қалқаны түркілер өзіне қайтарып алды дейді. Міне осыдан кейін соғыс тоқтамаған, алпамыс бастаған қол 47 мәрте жорыққа шығып, 20 мәрте жаумен айқасқа түсті дейді. Сөйтіп, тізесі барлардың тізесін бүктірді, басы барлардың басын идірді дейді. Сонымен түрік қағанаты дүниеге келді деп есептеуге болады. Көк түрік қағанаты. Көк түрік қағанатының алғаш шыққаны Құтлық хан 693 жылы қайтыс болады. Оның орнына Мочур деген інісі Қапахан деген лауазымдық атпен таққа отырады. Қапаханның дәуірінде де алпамыс бас батыр лауазымын болған, лауазымын алған. Ол айтады, мен дейді, Құтлық хан мен Қапахан үшін жаратылғанмын деп жазады. 93 жылы әкесі қайтыс болған кезде Күлтегін 9 жастаған еді. Әкесі де әлі жас болатын. Бірақ 701 жылы Күлтегін уже атқа қонған батыр болады. Ол ағасы Моғолжанмен бірге 701 жылы. Мына Жетісуда әлі түркештер қосып алмаған, қосып ала қоймаған шу бойы тайпаларын бағындырады олар. Сонау Қалқадан, Қалқа деген ол Монғолияның несі шығысы. Монғолияның бүкіл жерін, бүгінгі Монғолия ғой, ол кезде Монғол жоқ ол жерде. Соны басып өтіп келіп, мынау шу бойындағы 6 тайпаны қосып алу ол үлкен ерлік. Ол кезде Күлтегіннің өзі 16 жаста болған. Сол ағасы екеуі шу бойы тайпаларын қосып алып, сөйерде өздерінің билігін орнатады. Содан оны ол кезде Моғолжан Тардуш шаты деген атақ алған. Тардуш деген ол батыс шаты. Анау Монғолияның мынау батыс жағына келген кезде мынау не ғой енді? Шу өзенінің бойы ғой енді, дұрыс па? Сол батыс жақты билеген адам Моғолжан. Осылы Моғолжан інісі екеуі қосып алған жерде кім Тардуш шаты атанып отырған кездің өзінде тікелей өзі еншілік аймақ ретінде билеген. Кейін хан болған кезде де сол Тардуш кім Білге хан шу бойы тайпаларын тікелей билік жасаған. Ол қашан хан болды? Бұл жерде үлкен мәселе бар. 716 жылы Қапахан өзі жорыққа бастап әскерін. Сөйтіп елге қайтып келе жатқан кезде, орман арқылы өтіп келе жатқан кезде өзінің күзетінен ұзап кеткен екен. Жалғыз келе жатқан ханды Байырқу деген тайпалар, орманда жасырынып жүрген тайпалар ханды қолға түсіріп алады. Күзеттен бөлек ұзап кеткен ғой. Қолға түсіріп, оның басын кесіп, Шананға жібереді. Сөйтіп, Қапахан дүниеден өткеннен кейін оның орнына мұрагерлік мәселесі
пайда болады. Бұл Қапақанның бір несі өзімшілдігі. Осы жерде өзіне зиян келтірді. Ол өзі биліктен кеткен жағдайда, өзі өлген жағдайда хан болуды өзінің ұлына дайындап қойған екен, кіші хан деп. Фугу деген ұлын кіші хан деген лауазыммен белгілеп қойған екен. Мынау өлген кезде кіші хан автоматты түрде хан болуы тиіс еді. Бұған Күлтегін келіспейді. Күлтегін айтады, менің әкем хандықты бұған берді, інісіне. Бұл енді неге өзінің баласына береді? Неге ол менің ағам Білге ханға, Моғолжанға бермейді деген мәселені қояды бұл. Ол енді бұл тек қылыштың күшімен шешілетін мәселе болғаннан кейін, ол кіші ханның ордасын шабады. Сол кезде кім былай деп жазады? Қойшығара Салғараұлы. Қапақанның бұл өзімшілігіне ашу ызасы келген Күлтегін билікті күшпен алуға кіріседі. Бұл жөнінде Қойшығара Салғараұлы былай деп жазады. Күлтегін сол бетімен суыт жүріп отырып, бейқам жатқан кіші хан ордасын шапты. Бір ғажабы, кіші хан ордасын күзетуге тиісті. Аты ел аузында аңызға айналған атақты қолбасшы алып елетміш Күлтегінге қарсы шығу орнына оны қолдап, достық қолын ұсынды. Екі алыптың бірігуі істің алға басуының анық белгісі еді дейді. Бұл жерде аты аңызға айналған деп кімді айтып отыр? Алып елетмішті. Неге ол аты аңызға айланған? Ол Алпамыс Батыр жырын еске алып отыр. Бұл шынында да ол түркі әлеміне аты аңызға айналған батыр болатын ол. Жаңа 715 жылы оның ең соңғы жорығы туралы айтылмай өтіп кетіп біз. Оны айта кетейік. 715 жылы о кезде егде тартқан Алпамыста 9 Оғыздың Қадас қаласын алуға жұмсайды Қапақан. Алып елетміш ең соңғы рет 9 Оғыздардың Қадас қаласын алуға жорық жасайды. Ол қара халықты жинады, бектері қашып кетті. Қыс түсіп кеткендіктен 715 жылғы соғыс науқан осымен аяқталды дейді. Міне, бұл Алпамыстың ең соңғы жорығы екен. Осыдан кейін жаңағы Қапақанның жағдайы орын алды. Бұдан кейін жаңағы төңкеріс болды. Төңкерістің нәтижесінде Моғолжан, Құтлық ханның үлкен ұлы Моғолжан, Білге хан лауазымдық атымен таққа отырады. Бұл Моғолжанның аты ел аузында қалатын жағдайлары көп бұл кісінің. Мынау Орхон Енесей деген ескерткіш бар ғой. Сол ескерткіште Күлтегін деген інісі қайтыс болған кезде Күлтегінге арнап ескерткіш тұрғызған кісі бұл. 47 жасында 731 жылы Күлтегін өледі. Алпамыс 719 жылы қой жылы қайтыс болған. Осы кісілерге алып ескерткіштер тұрғызған бұл Білге хан. Сондай-ақ Түнкөкке де ескерткіш тұрғызған. Бұл о жерде тарихи жазбалар көп, тарихи деректер көп. Осындай артында мол із қалдырған кісі бұл кісі. Содан кейін қағанаттың іргесін бекітіп, мынау Шу бойындағы тайпаны тікелей басқарудың нәтижесінде сол Моғолжанның атымен Моғолстан деген мемлекет пайда болып, артында қалды оның. Бұл кісі 734 жылы Қытайда елшілік қызметте жүрген
Мейлубек деген қолдан ушы өлді. Себебі мынау Білге хан сияқты басшы Қытайға керек жоқ еді. Білге ханның тұсында шынымен бұл көк түркі қағанаты іргесін өте бекітті, қуатты мемлекетке айналды. Сондықтан Қытай жағы мына елшілік қызметтегі Мейлубекті өзіне қаратып, сол арқылы у беріп мұны өлтіреді. Бұдан кейін оның орнына келген Ижан хан деген атымен оның баласы отырады таққа. Ол да тып-тыныш қызмет етіп, Ижан хан 739 жыл қайтыс болады. Ижан ханның орнына келген Тәңірхан деген лауазымдық атпенен Бөбек ханымның ұлы, Білге ханның кіші ұлы. Білге Құтлық хан деген лауазымдық атпен отырған ханның кезінде Білгенің әйелі Бөбек ханым орда қызметіне Қарапайым Тарханды тартады. Қарапайым Тарханды орда қызметіне тарту ол хандық дәстүрдің талабына сәйкес келмейтін. Сондықтан батыс және шығыс жақтары бұған қарсы болады. Сол кезде Бөбек ханым ұлына ықпалын пайдаланып, батыс жатын өлім жазасына бұйырады. Батыс жатын өлім жазасына кескеннен кейін шығыс жағы келеді, ордан шабады. Сөйтіп Тәңірханды өлтіріп, оның орнына оның ұлын қояды. Осындай қан төгістер орын алады. Бөбек ханым Қытайға қашады. Қытайға өзінің анау Тарханды қызметке тартып еді ғой. Соқ Тарханның қарамағындағы халықты ертіп тайпаны Қытайға қашады бұл. Ол тайпаны Қытай қорғанының күзетіне қояды. Сөйтіп өзі кінәзі киімменен көп қаражат алады. Сөйтіп жаңа өзі құтылып кетеді жаңа Бөбек ханым. Мынау сол кезде көк түріктер қағанаты іриді. Мынау ортаға бағынуды тоқтатады. Ханзадалар, Керей деген ханзада өзінің иелігіндегі аймақтан хандық құрып алады. Найман деген ханзада өзінің иелігіндегі аумақта ол да хандық құрып алады. Керей, Найман хандығы пайда болады. Сондай-ақ сонау отырарда да хан пайда болады. Қыпшақ хан одан бұрын болған. Содан кейін мынау көк түріктер қағанатына бағынып отырған ұйғырлар көтеріледі, басмалдар көтеріледі. Сол кезде орданы Құлынбек бастаған жауынгерлер сақтап қалғанымен орда қағанат іріп тарқайды. Бұл 745 жыл болған оқиға. Бұл оқиға енді түрік қағанаты кетті ғой. Енді орнына мынандай аңыз бар елдің ішінде. Левшин деген кісі этнограф жазып болған аңыз бойынша былай дейді екен. Бір кездерде қазақ тайпалары татарлармен бір болып үлкен мемлекет құрды, бірақ сұлтандар арасында хандық билікке таласу салдарына елдің ішінде іріткі түсті. Сұлтандар өз билігіндегі аумақтардың негізінде хандықтар құрып алды. Сөйтіп бұл мемлекет іріді, тарқады дейді. Осы тарқаған мемлекетті Алаша хан бар билікті өз қолына алғаннан кейін ғана ыдыраудан құтылып, қайтадан ұлы мемлекет қалыптасты деген
дерек аңыз бар екен. Бұл енді Көктүрік Шыңғысханның жаңағы алаш елін құруды меңзеген бұл дерек. Бұны Америка этнологы, тарихшы Джон Уэзерфорд Шыңғысхан мемлекеті Көктүріктер қағанатының орнында бой көтергенін және оның тарихи жалғасы екенін айтыпты. Тыңдап көрейік. Бұл болса жоғарыда ел аузынан алынған аңызды іс жүзінде толықтырып тұр. Біз көптен бері айтып келе жатқан Қоңыраттар тарихы туралы әңгімеміз орталықтағы тарихшыларға қозғау сала бастапты. Жақында Қазақ ұлттық университетінің ғалымдары Талас Омарбеков пен Хабиджанованың Қоңыраттардың орта ғасырдағы тарихи тамырлары деген ғылыми мақаласы жарияланды. Мақалада орта ғасырларда ежелгі моңғол үстіртін мекендеген көне түрік тайпаларының бірі Қоңыраттардың, олқонуттардың тарихы мен шежіресі ғылыми тұрғыда талданған. Авторлар ежелгі тарихи деректерді көне шежірелік деректермен салыстыра отырып, олардың арасындағы логикалық байланысты алғаш рет анықтайды. Сонымен қатар осындай жолмен ежелгі қияттардан бастау алатын орта ғасырдағы Қоңыраттардың кейініректе Шыңғысхан тараған Қиян руымен туыстық байланыстарда айқындалған дейді. Бұл айтылғандар біз үшін жаңалық емес, алайда ғылыми ортаның біздің жасаған еңбегімізге назар аударуының белгісі және тарихи оң өзгерістің бастауы деп санауға болады. Аталмыш ғалымдардың моңғол үстірті дегені біз айтып жүрген халқы даласы екені хақ. Енді ағылшын тарихшысы Генри Ховардстың 1876 жылы жазған зерттеуіне ден қояйық. Джек Уизерфорд, американский этнолог, историк, политолог, специалист по культуре и истории Монголии. В 2006 году был награжден правительством Монголии орденом Полярной звезды. Самым высоким орденом Монголии известен рядом работ по истории индейцев Америки и Монгольской империи. В 2004 году опубликовал труд под названием «Чингисхан и создание современного мира». Откроем 44-ю страницу книги. В XII столетии в степи жили десятки разрозненных родов и племен, которые по обычаю степи собирались иногда в нестойкие союзы. Из всех ближайшими родичами монголов были татары и хитаны на востоке, а также маньчжуры на северо-востоке и тюркские племена на западе. Эти три этнические группы были объединены языковыми и культурными связями с некоторыми народностями Сибири, от которых они, вероятно, произошли. Монголы, жившие между татарами и тюрками, с которыми их часто путали чужеземцы, были также известны как голубые тюрки и черные татары. Следует напомнить, что единственным народом, называвшимся голубыми тюрками, в истории был народ, основавший тюркский каганат в том же месте, где через 700 лет Чингисхан образует свою империю. Бөрте Чино, волк, прародитель монгольского императорского рода, монгольского деген ол в кавычках, императорского рода, как нам сказали, был потомком Қиянов и принадлежал к племени Курулас. Курулас, как мы сказали, были ветвью Конратов. Рашид ад-Дин несколько раз говорит нам, что Алан-Гоа, которая была прародительницей монгольских, в кавычках, ханов,
принадлежала к тому же племени Хурулас, из чего следует, что монгольские, в кавычках, ханы происходили от того же түркского племени Конгратов. Жоғарыда айтқан деректердің барлығын ДНК сараптамалары қуаттап тұр. Таблица. Міне. Мынау гаплогруппа М407, С2, С1, А1, А1. Міне, осы гаплогруппа тек қоңыраттарға 86%-мен тура келіп тұр екен. Бұл Даян ханның Қытайда ресми тіркелген Даян ханның ұрпақтарына сәйкес келеді екен. Бұл деген сөз қоңыраттар 2000-2500 жыл ілгері Даян ханның ұрпақтарымен бір әкеден таралғанын білдіреді. Ал Даян хан ол Шыңғыс ханның аталары болып есептеледі. Ары қарап, бұл формула таза Қазақстан қоңыраттарының гені. Ғалымдардың анықтауынша бұл бір нәрсені Даян ханның ұрпақтары қазақ қоңыраттарына туыс екенін шамамен 2000-2500 жыл бұрын ортақ әкеден тарағанымызды білдіреді. Әңгімеміздің бас жағында моңғолиялық ғалымдардың Шыңғыс ханды қоңыраттармен байланыстыратынын айттық. Онсыз Шыңғыс ханды өздеріне тарта алмайды ғой. Бірақ олар қоңыратты өздерінің тілдеріне бейімдеп Қоңқират деп жазады. Дей тұрғанмен Шыңғыс ханның әкесі Есукейдің Олқұнуттан екені, оның Қоңыратқа жататыны, Шыңғыс ханның Қоңыраттығы қай тұрғыдан алғанда да дәлелденді ғой деп ойлаймыз. Елдің жете түсінбейтін бір нәрсесі бар. Ол Есукей қайтыс болған соң жесірі ұлын жас балаларымен жұртта қалып кетуі. Әбілғазы шежіресінде Есукейге мал беріп тұрған тәуелділерінің 30-40 мың түндік екені. Оның ішінде малы мен басы көбірегі Тайжұт. Бұл Әбенайдың айтуынша Жалайыр тайпасы екен айтылады. Есукей қайтыс болған соң Тайжұттар бастаған тәуелді тайпалар бала Шыңғысқа мал бермеу үшін ұлымды балаларымен жұртта қалдырып басқа жаққа көшіп кетеді. 30-40 мың түндік малды ауылдың қанша жерде алып жататыны шамалауға болады. Олар жалғыз Тайжұттар ғана емес, татарлар, меркіттер және басқа ұсақ түйек ұрулар болатын. Ал Есукей оларға мал бақтырып алым алу үшін сол қара халықтың ішінде інісі Меңліктің Қалқадағы ауылынан алыста отырды. Шамамен 500-600 шақырым болар. Есукей 10 жасар Темучинді ертіп ұлына қыз айттырып қайту үшін ұзақ жолды басып өткені түсінікті болса керек. Жолда татарларға соғуының, Есукейдің олардың берген дәмінен улануының себебі осында жатыр. Енді бұл Қалқа даласы деген Моңғолияның қиыр шығысы. Ал енді Тайжұттар енді сол қиыр шығыста, Есукей қиыр шығыстан бері қарап батысқа таман жылжи береді ғой енді. Тайжұт болады, меркіт болады, татар болады. Бұлар тікелей Есукейдің қарамағында, сол Есукейдің малын бағып, соларға алым төлеп отырған тайпалар болады. Сонан кейін дербес мемлекет ретінде Керей тайпасы менен Найман тайпасы бар. Олар енді тағда батысқа таман. Олар енді сәл былайырақ болған болу керек. Ал енді осы жерден мынау батыс жақтан сонау Қалқада отырған өзінің елімен
Есукейдің мал бақтырып отырған елінің арасында ұзақ жол болатыны түсінікті ғой енді. Ол Есукей аналар билеп отыр. Татарды билеп отыр, Жалайырды билеп отыр, Меркітті билеп отыр. Басқа да ұсақ түйек елдерді билеп, солардан алым алып, соларға малын бақтырып отыр. Сондықтан ол өзінің қалқадағы елінен ажырақпаған. Екі ортада бірнеше жүз шақырым жатыр. Сондықтан бұл Есукей қайтыс болғаннан кейін, ол жаңағы жерлеу рәсімін өткеннен кейін Меңлеке еліне қайтып кетеді, қалқадағы жеріне. Ол ойламайды, мынау тәуелді халықтар, тәуелді тайпалар бас көтереді деп ойламаған ол. Еліне кетіп қалады. Ал бұлар, мынау тайжұрт бастаған жаңа тәуелділер, Шыңғысханға Темучин ол кезде жас 10 жасар, 12 жасар мал бермеу, одан бұлардан полный қол үзіп құтылып кету үшін бұлар жұртқа тастап көшіп кетіп қалады. Онымен қоймай, осы мына кімді, Темучинді өлтіріп жіберу әрекетінде жасайды. Міне осындай ауыр жағдайлардан кейін Есукейдің жесірі бірнеше жылдан кейін Меңлекеге келіп қосылады. Ол кезде Шыңғысхан уже 13 жаста болатын. Бұл жағдай, осы жағдайдан кейін ғана Темучин, Есукейдің әулеті, ұл қыздары қауіпсіз жағдайға жетеді. Жағы көкірегіне өте жағы ауыр жағдайларды бастан өткізген Шыңғысхан енді баяғы көктүріктер қағанатын қалпына келтіру үшін жорықтарды бастайды. Бұл жерде әрі кек алу деген жатыр бұл жерде. Әрі көктүріктер қағанатын қалпына келтіру. Ал енді неге Моғолжан Моғол болып атады Шыңғысхан өзінің елін? Себебі ол қалқада Моғолжан деген енді атақты хан болған деп айттық қой. Ол Моғолстан деген елді құрып кетті. Моғолстан деген ел өте, бұл тарихта өте үлкен ойнаған ел болды. Ал енді Шыңғысхан өзінің түпкі атасы Моғолжанның атын сақтап қалу үшін өзінің елінің атын Моғолдармыз деп атады. Ол бұрыннан келе жатқан ол атақ, Моғол деген әрі. Соныменен осы жерде тағы бір мынандай мәселе бар. Мынау Шыңғысханның анасы ұлын жалғыз қалып кетті ғой жұртта. Бұл осы оқиғаны, оны күйеуі Есукей дайындап кетті. Сенің әмеңгерің Меңлеке, Меңлік деп. Сонан кейін Есукей қайтыс болар кезде мынау жесір қалар жеңгеңмен, мынау жетім қалар ұл қыздарымды саған аманаттаймын деп дайындаған жері бар. Бұның барлығы біздің қазақтың әмеңгерлік дәстүрімен толық сәйкес келеді. Әрі ұлынды осы Есукейдің өсиетінің негізінде Меңлекені іздеп баруға мүмкіндік ашады. Мына осы жағдай, мынау нағанайшылар осы жағдайды өздерінің несіне пайдаланған, аңызына. Нағанай деген негізі біздің қазақ қоңыраттарына қатысы жоқ адам. Ол үргеніштік, ол Түркістанда болмаған адам. Соны бірақ мынау қазақ қоңыраттарының хандық дәстүрін ұмыттыру үшін ол Нағанайды, осы сендер Нағанайдан тарқағасындар, сендер деп ол Нағанай туралы нені енгізген. Бұны сіздер білесіздер, оны естіппей жүрсіздер. Бірақ негізі осы, бірақ сюжетін жағы далада қап кетті, оны кім ұлын өзінің әмеңгерін іздеп барды деген жерлер, ана Нағанай деген аңызда енгізілген.
Үргеніштік мағынайшыл шежірешілер дәл осы оқиғаны өз шығармасына енгізіпті. Тек Есукейді Жығалы Мырза деп, Ұлбикені Жезбике деп, Меңлекені Мелдеби деп аттарын ғана өзгерткен. Оқиға мазмұны бірдей. Қоңыраттарды ертеден келе жатқан хандық дәстүрінен айыруды көздейтін шежіренің саяси астарын өткен әңгімелерімізде айтқан болатынбыз. Өкінішке қарай, күні өткен бұл шежірені тірілтіп, елдің санасына құюмен шұғылданып жүргендер ел ішінде әлі де бар. Қалай болғанда да, тарихта мың жылдарды қамтитын қоңыраттарға өзбек қан тұсында өмір сүрген Нағанайдың ата бола алмайтыны анық. Елдің жете түсінбейтін тағы бір нәрсесі бар. Ол Есукей қайтыс болған соң жесірі ұлын жас балаларымен жұртта қалып кетуі. Әбілғазы шежіресінде Есукейге мал беріп тұратын тәуелділерінің 30-40 мың түндік екені, оның ішінде малымен басы көбірегі Тайжұт, бұл Әбенайдың айтуында Жалайыр тайпасы екені айтылады. Есукей қайтыс болған соң Тайжұттар бастаған тәуелді тайпалар бала шығылса мал бермеу үшін ұлынды балаларымен жұртта қалдырып басқа жаққа көшіп кетеді. 30-40 мың түндік малды ауылдың қанша жерде алып жататыны шамалауға болады. Олар жалғыз Тайжұттар ғана емес, татарлар, меркіттер және басқа ұсақ түйек рулар болатын. Ал Есукей оларға мал бақтырып алым алу үшін сол қара халықтың ішінде інісі Меңліктің Қалқадағы ауылынан алыста отырды. Мүмкін 500-600 шақырым болар. Есукей 10 жасар Темучинді ертіп, ұлына қыз айттырып қайту үшін ұзақ жолды басып өткені түсінікті болса керек. Жолда татарларға соғуының, Есукейдің олардың берген дәмінен улануының себебі сонда жатыр. Есукейді жерлеу рәсімнен соң інісі Меңлеке еліне қайтып кеткен болатын. Ұлын мен ұл қыздарының басына түскен жағдайлардан ол хабарсыз еді. Есукей қайтыс болған соң тәуелділер оның бала шағасын жұртта қалдырумен шектелмей, Естияр Темучинді тұтқынға алу, көзін жою мақсатын тұтады. Ақырында Ұлбике Есукейдің қайтыс боларда сенің әмеңгерің Меңлеке деген өсиетін ескеріп, соны іздеп барып тұрмысқа шығуымен жағдай түбегейлі өзгереді. Қиян қайтыс боларында Есукейдің жесір қалар жеңгең мен жетім қалар балаларымды саған аманаттаймын деп Меңлекеге дайындағанында шежірелерде бар. Үргеніштік Нағанайшыл шежірешілер дәл осы оқиғаны өз шығармаларына енгізіпті. Тек Есукейді Жығалы Мырза деп, Ұлбикені Жезбике деп, Меңлекені Мелдеби деп аттарын ғана өзгерткен. Оқиға мазмұны бірдей. Қоңыраттарды ертеден келе жатқан хандық дәстүрінен айыруды көздейтін шежіренің саяси астарын өткен әңгімелерімізде айтқан болатынбыз. Өкінішке қарай, күні өткен бұл шежірені тірілтіп, елдің санасына құюмен шұғылданып жүргендер ел ішінде әлі де бар. Қалай болғанда да, тарихы мың жылдарды қамтитын қоңыраттарға өзбек қан тұсында өмір сүрген Нағанайдың ата болмасы хақ. Дұрыс па, Ақсақал? Осы моменттер өте керек та. Қайталап оқыдым, бірақ бұрын ежік деп айтқандарын алып тастайсыңдар да, мұнаны не қалдырасыңдар. Шыңғыс ханның Алталаш конфедерациясын құру жолындағы күресі оңай болмағаны ел біледі. Қайталамай-ақ қояйық. Ол күрестің ақырғы сәттер мынандай. Ер жүрек керей елін бағындырып алған соң, оларға ерген Найман мен Меркіт елдерінің жүрегі дауаламай бытырап кетті. Шыңғыс хан 70 неміргіден
Қалқа өзеніне қарай бет алған жолда барлық әскерін санап көрсе 2600 адам екен. Осыдан 1300 адам Шыңғысханға ілесіп, Қалқа өзенінің батыс шетіне қарай көшті. Ал қалған 1300 орғыттар мен маңғыттарға ілесіп, Қалқа өзенінің шығыс шетіне қарай ойысты делінеді 6-шы хижрede. Нақ осы жерде Шыңғысханның 6 алаш ордасын тігіп, әскербасыларын тағайындағаны, орда күзеті туралы ережені өз жарлығымен бекіткені де айтылады. Қалқада 6 алаштың ордасын тігуі логикалық қисынға салсақ та орынды. Керей, Найман, Меркіт, Жалайыр, Татар тайпаларының басын қосу Шыңғысхан үшін оңай болмаған. Арқа сүйері кіші әкесі Меңлеке билігіндегі өз елі Қоңырат қана болатын. Жүрегі жарылып кетсе де айтайық енді. Әбілғазы былай дейді: Меңлік Ешеке Шыңғысханның қызметінде болды. Оның анасын алғанда Шыңғысхан 13 жаста еді. Сол уақыттан өзі өлгенше соғыста да, жақсы күндерде де, жаман күндерде де оның қасынан ажырамай, оның қызметінде болды. Отырғанда да ханның оң жағында, басқалардан жоғары отырар еді. Енді Моңғол дейтін этникалық атауға оралсақ, Лев Гумилев бұл жөнінде қара ақылды қақ жарғанда етіп былай деген: Монголы – условное название для группы монголоязычных племен. Самое слово возникло из политического термина XIII века, означавшего сторонников Чингисхана. Ғалым Моңғол деген дербес этнонимнің өмірде болмағанын, Моңғол тілдес тайпаның шартты түрде берілген атау екенін нақты айтып отыр. Моңғол деген атаудың өзі кейін 13-ші ғасырда ғана тарихқа еніпті. Бұған моңғолшыл мырзалар не дер екен? Қаған отбасы қай тілде сөйледі деген сұраққа жауап іздеп көрейік. Жалпыға бірдей мәлім деректерге қарағанда, хандар әулеті атам заманнан бері Қоңыраттармен құдандаласқан. Әріге бармай-ақ, Қағанның анасы ұлында, бәйбішесі Бөрте де Қоңырат қыздар екені мәлім. Өткен жолға әңгімелерде Шыңғысхан Қоңырат болса, ол Қоңырат қызын қалай алады деген сұрақтар болды. Қоңырат ертеден келе жатқан үлкен ел. Оның құрамында Хун дәуірінің өзінде 24 ұру болғаны айтылды ғой. Ол ұрулар өзара қыз алып қыз бере береді. Шыңғысханның екінші әйелі Құлан да, Есуген, Есуқат деген ханымдары да түркі қыздары ғой. Бәйбішеден туған 4 ұлдың да бәйбішелер Қоңыраттан. Қала берді бүгінгі қазақ елінің құрамындағы тайпалардан. Сәйкесінше әулеттің отбасылық тілі моңғолша емес деп айта аламыз. Шыңғысхан дәуіріндегі хандар әулеті мүшелерінің қалмақ тілді бүгінгі моңғолдан алған ханымдары құдандалығы туралы нақты дерек жоқ. Енді қытайлық дерек көзден алынған Шыңғысханның отбасылық қағидат туралы арнайы жарлығына назар аударайық. Орыс тілінде жария болған жарлық мәтіні мынандай: Когда в роде Хунцзыла, Кунград, рождаются девочки, они из поколения в поколение становятся императрицами. Когда рождаются мальчики, они из поколения в поколение женятся на принцессах. Пусть непрерывно из поколения в поколение объявляют этот жалуемый указ первую луну 4 времен каждого года. Цитата по Мендабуйлу. Бұл жарлықтың шынайылығы қағанат
Қаған әулетінің отбасылық қатынасымен де дәлелденіп тұр ғой. Мені баз біреулер қоңыратшыл деп айыптайды екен. Петербург ғылым академиясының академигі, шығыс зерттеушісі, тіл білімпазы, түрколог, этнограф, археолог Радлов қай халықтың болмасын шығу тегін оның ұрулық құрамы арқылы анықтауға болады депті. Сондықтан қазақ елін құраған іргелі тайпалардың бірі Қоңырат туралы сөз қозғаудың еш сөкеттігі жоқ деп білеміз. Ұлы Қағанның шыққан тегін Моңғолға жатқызушылар қатарында көзге түсіп жүрген Қойшығара Салғара ұлы болса, оның туған тайпасы Қоңыратты Моңғолға теліп жіберді. Ол былай дейді: Рашид әд-Дин мен Әбілғазы хан Қоңыраттарды, қияттардың ұрпағы ежелден Моңғол тайпасының құрамында десе, оның да тарихи заңдылығы бар. Міне осы айтылғандарға қарағанда Олхонут пен Қоңқираттың бір қият тайпасына жататынын аңғару онша қиын емес секілді. Осындағы Қоңқират деп отырғанымыз кәдімгі қоңыраттар. Бірақ олардың Қоңырат атануы кейін Шыңғысхан бізді жаулап алғаннан кейін болған. Міне осы Қоңқираттар келе-келе түрік халықтармен ассимиляцияға түсіп, араласып, олардың дәстүр салтын қабылдап, түркіленіп кеткен. Ал Қоңқират атауы айтылу ыңғайына қарай Қоңырат атанған. Қазақтың қилы тарихы 246 бет. Ал біз Көктүріктер батыры Алпамысты дүниеге әкелген ежелден хундар, көне түріктер қатарында Қоңыраттарды моңғолдандыру еш ақылға сыйымсыз нәрсе деп санаймыз. Шыңғысханның Ұлытауда жерленуін жасыру мақсатымен қолдан құрастырылған аңыздың бірі Таңғұт жорығы. Таңғұт уәлиетін Шыңғысхан ең әдепкі жорықтарының кезінде бағындырып, оған өз әкімін қойған болатын. Түрік шежіресі 61 бет. Шыңғысхан өмірінің ақырғы кезеңі туралы аталмыш шежіренің Шыңғысханның өз жұртына оралуы, Шыңғысханның ауырып қайтыс болуы және балаларына айтқан өсиеттері атты тарауларында қамтылған. Бұхарадан шығып, Самарқанд арқылы Шыңғысханмен бірге келген әулет мүшелерін жошының қуанышпен қарсы алуы, әкесіне 5 түсте 100 мың жылғы тарту өтуі, сонымен қатар жошы қазасынан кейін немересі Батуға хандық билікті бере тұрып, оған әкесінің алға қойған батыс жорығын жалғастыруды аманаттауы жазылған. Жошы қазасынан кейін өзі де көп кешікпей о дүниелік болған Шыңғысханның қандай да бір жорыққа қатысуы ақылға сыйымсыз. Түрік шежіресінде Шыңғысханның өмірден өтуі жөнінде былай делінеді: Шыңғысхан бұл дүниемен 624 тауық жылы, жаңаша 1227 жыл қоштасты. Доңыз жылы туып, доңыз жылы хан сайланып еді. Ханның барлық жасаған ғұмыры 65 жыл еді. 25 жыл патшалық қылды. 3 ай бойы жан-жақтан халық келіп, аза тұтып, ханзадалардың қайғысына ортақтасты. Аза тұту аяқталған соң әркім өз жұртына кетті. Мемлекеттің болашақ құрылымы жайында ешкім ешнәрсе ойлаған жоқ. Мұны шындыққа ең жағын дерек деп қабылдадық. Жошы қазасынан кейін атасы Шыңғыстың Алтын Ордасындағы тақтың заңды мұрагеріне айналған Бату атасының ұйғарымымен Сайынхан лауазымдық атын алыпты. Атасының Алтын Ордасын иеленуінен Алтын Орда ханы атанған жас қолбасшы батыс жорығы қарсаңында бірнеше жыл бойы
әкесі Жошы ханға және атасы Шыңғыс ханға өз дәрежелеріне сай кесенелер салдырады. Қағанның алтын ордасын көздің қарашығындай сақтаған екінші ханымы Құлан хатын да Ұлытауда қайтыс болыпты. Оның кесенесі Жошының қызы болған ана кесенесімен қатар тұр. Шыңғыс ханнан бастап бір әулеттің 4 мүшесі осы өңірде Ұлытауда жер қойнына тапсырылыпты. Қалай десек те Шыңғыс ханның бөтен жұртта емес, өзі құрған Алаш елінің ортасында өз ажалынан өлгені көңілге қонымды. Сол өңірдің тумасы ұлы ғалым Қаныш Сәтбаев Алашахан кесенесі Шыңғыс ханға тән деп айтқан екен деген әңгіме бар. Қазақтың тағы бір данасы мәшһүр Жүсіп Көпеев те солай депті. Құрметті қауым, әңгімемізді аяқтай келіп, сіздердің назарларыңызға тағы бір жәдігерлерді ұсынайық. Ол Шыңғыс хан әулетінің таңбалары мен туы. Міне мынау Қазақ Алашұлы деген бір азаматтың ұсынған несі екен, жәдігері. Міне мынау туы ұлыстың туы. Мынау ақшалары, мынау тұрған не, значит, бұл жерде анық көрініп тұр. Босаға таңбасы көрініп тұр. Нерде де босаға таңба, нерде де босаға таңба, мына жерде де босаға таңба, мына жерде де босаға таңба. Демек, Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін де ол қоңыраттардан бұлар әулет қол үзбеген, сол босаға таңбаны өздерінің таңбасы деп қабылдаған. Содан кейін тағы да бір айтатын бір жағдай бар. Шыңғыс ханның атына байланысты. Оны көп адамдар айтыр, Шыңғыз деп айтады дейді шежіреде. Біреулер Шыңқұз деп айтып жүр. Іс жүзінде ол олай емес. Іс жүзінде алтын шежіреде былай делінеді. Темучин өмірге келгеннен кейін дейді, Есукей көл жақасына барса, бір киелі құс шықылықтап, үлкен тасты айланып, қара тасты айланып ұша берді дейді. Есукей ішін жарып қараса, алтын таңба ұшып, аспанға ұшып кетті дейді. Екінші күні тағы бірігіп қалыпты дейді. Тағы жарып қараса, көлге түсіп кетті дейді. Сөйтіп бұл жағы ең ақырында бір қасба таңба деген, ол кімнің Есукейдің қолына түседі, әулеттің таңбасы. Соны әкеп, үйіне әкеліп, оны арша тұтып, арша тұтып ұшықтап отырса, шаңыраққа келіп, қыран құс қонақтап, Шыңғыз деп шықылықтайды дейді. Бұл бір дерек. Шыңғыстың атануы. Значит, ол құсқа байланысты. Қыран құсқа. Шың құсы деген сөз ол. Екінші момент, екінші сәт. Ол Шыңғыс хан Есукей өзінің ұлын ертіп Дайшешенге барып сөйлескен кезде Дайшешен айтады: "О, мен түсімде көріп едім. Күнде Шеңгел деген қыран құсты көріп едім. Сол сен шығарсың" дейді. Білдіңіз ба? Бұл жерде де құс меңзеліп тұр. Менімше, ол Шыңғыс хан Шың құсы деген аттан пайда болған. Оның Шыңғыс ханның этимологиясы сол. Құс емес, Шың құсы. Содан кейін, мынау Алтын Орданың тағы таңбалардың біреуі екі басты самұрық. Ол екі басты самұрықты кейін мынау Алтын Орданың шинелінен шыққан, етегінен шыққан, мына Ресей патшалығы өзінің гербі деп қабылдаған. Бұл да сол Шыңғыс хан дәуірінен келе жатқан бір дәстүрдің жалғасы. Демек, біздің ойымызша Шыңғыс ханның аты Шың құсы деген сөзден шыққан. Бұл жерде құз жоқ. Бұны да тыңдармандардың сарабына саламыз. Өткен әңгімелерді талқылау барысында көптеген оң пікірлердің куәсі болдым. Ол азаматтарға алғысымды айтам. Сонымен қатар, тарихи танымның таязығынан туындаған теріс пікірлер де аз болған жоқ. Бұның
барлығы табиғи құбылыс. Советтік дәуірде, одан бұрынғы екінші Екатеринадан бергі тәуелділік жылдарында тарихымыздан айыру үшін үлкен үдерістерді бастан кешірдік. Теріс пікірлерді сол солақайлықтардың салдары деп түсінемін. Назарларыңыз үшін үлкен рахмет. Бірінші мәселе ғұн мемлекеті деп атырмыз, хунну деп атырмыз. Сол хунну мемлекеті немесе ғұн мемлекетін біз енді осыдан кейін Қоңырат мемлекеті деп толыққанды айта береміз ба? Солай ма өзі? Оны ғұндардың Қоңырат екенін шәкәрімға жазып кетті. Жаңа мен сізге айттым ғой. Ғұндар, хуннулар, яғни Қоңыраттар өзінен үлкен кісінің, хандардың әйелін енше дейді екен деп. Сол кісінің өзі, мысалы үшін ғұндарды Қоңырат деп жазып кетіп отыр. Ал енді ол тарихта да, Қытай тарихында да, ол содан кейін одан кейінгі сатылар жалғасы бар ғой. Ғұндардың жалғасы. Жалғасының бәрі Қоңыратқа келіп тіреліп тұр ғой. Оны енді біз қаяқтан біз, мысалы үшін, бұл жаңалық емес бұл. Негізін айтқанда бұл. Мен бұл сұрақты қойып отқан себебім, мынау қазақтың құрамындағы тайпалар, рулар көп қой бізде. Жаңғыз ғана Қоңырат емес қой. Міне сондықтан да олар мынау ғұн мемлекеті деген Қоңырат мемлекеті болып есептелсе, сонда біздің бүкіл қазақ Қоңырат болып кете ме, қалай болады деген күмән туып отыр. Осыған байланысты қойып отырмын. Дұрыс. Енді былай, бұған хуннудың патшасы, Қытайдың дерек көзі арқылы айтайық. Хуннудың патшасы Моде. Қытай дерегі бойынша ол Моде. Оғызхан емес, Моде дейді олар. Сол Моденің көзі тіркесіндегі ең соңғы жорықтарының бірі үйсіндерге бағытталады. Ол үйсіндерге айтады, бізге қосылыңдар, ел болайық дейді. Бірақ үйсіннің патшасы оған келіспейді. Сөйтіп, екі ел соғысады. Сосын Оғызхан, енді ол тарихта Моде, ол жеңет, үйсіннің патшасы қайтыс болады, қаза табады. Үйсіннің патшасының баласын Моде Оғызхан өзінің ордасына алдырып тәрбиелеп, кейін ол ер жеткен соң үйсіндердің билігін сол балаға береді. Қысқасы, үйсіндердің күнбүй деген гунмо, оны Қытай тілінде гунмо дейді. Сол гунмоңыз үйсіндердің күнбүйі болып, тарихқа олардың несіне енген, шежіресінде. Мені осының өзі ақ біздің жаңағы кімнің, Оғызханның Шәкәрім қажы айтып жүргендей, Қоңыраттың ханы екені анықталып тұр. Ал енді ол 24 рудан тұрады дейді. 24 ру бүгінгі Қоңыраттардың рулары ол. Ол содан кейін кім, Оғызхан, Қыпшақтарды бағындырды дейді, Қарлықтарды бағындырды дейді, Қалаштарды бағындырды дейді. Олар кейін солардың құрамына қосылған халықтар ғой олар. Ол соларды о баста ол мемлекет құрған кезде Оғызхан олардың құрамында болмаған. Бірақ оларды кейін Оғызхан қатарына қосып алған. Сондықтан мен айтамын, хунну деген ел, ол Қоңыраттардың төл мемлекеті. Қорыта айтқанда, мен мынау әлеуметтік желіге керетін осы мәліметтерді оқитын бүкіл қазақ ағайындарға айтқым келетін мына бір сөзім бар. Сіздер Қоңырат болып кеттік деп шошымаңдар. Қоңырат мемлекеті тек қана. Ондай мемлекеттер қасында Қытай тұр, мына жағында Европа тұр, орыстар бар, әлі толық өз алдына мемлекет болмаса да, князьдік болса да жүр ғой оларда. Жаңағы татар деп атырмыз, жаңағы айтып отқан өздеріңіз естіген үйсін, осы бәр ағайындар бірге жүрсіз жерде өмір сүріп қатар. Бәрі жүр. Керей де жүр, Найман да жүр, Жалайыр да жүр, Тайжұт деп аталсын, қалай аталсын, сол кезде бәрі жүр.
Оның ешқайсысы да Қоңыраттың құрамына кіріп кетеміз деп уайымдамай-ақ қойыңдар. Тек мемлекет Қоңыраттың мемлекеті. Қоңырат құрған, Міне соларды біріктірген. осыған кішкене көңіл бөліп, біз немене бәріміз Қоңырат болып кеттік па дей бермей, сол жаңағы Қоңырат мемлекетінің болғанын ғана мойындауымызға тиістіміз. Енді екінші сұрақ оңға. Енді Қоңыраттың таза Қоңырат болатын жері тағы бар ғой. Мынау Ергенеконнан төмен қарай түскен кезде түрікпіз деп айтса да, негізі олар шын мәнінде Қоңырат қой енді осы солай ғой, енді сол Ергенеконнан келген бүкіл сол әскер түгеліменен Қоңырат әскері. Міне сол қайтадан қалға жеріне келіп, өзінің мемлекеттігін қайтадан құруға келіп отыр. Сол жерде бірақ басқа ағайындардың барлығы жүр сол жерде. Жаңа айтқан, атын атаған бүкіл қазақтың құрамындағы аталардың бәрі, тайпалардың бәрі, рулардың бәрі сол жерде жүр бәрі де. Одан шошитын ештеңесі де жоқ. Мінекей сол келген Қоңыраттар келіп түрік мемлекетін құрды ғой енді. Түрік мемлекетін. Мінекей осы жеріне де шамалы назар аударған дұрыс болар. Енді тағы бір сұрағым, енді көк түріктерде ыдырады дағы, орнына көк түрік мемлекеті пайда болды ғой, көк түріктер. Осында жаңа сіз бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, Алпамыстың рөлі болды. Және ол Алпамыс деген адам өте тұлғалы, алып адам болды дедіңіз. Бір жерлерде мен сізге бір мәлімет бергенмін. Қылышының өзі 2 метр 10 сантиметр екен. 2 метр 10 сантиметр қылышты жаңағы енінің өзі 1,5 қарыс екен. Ені. Сондай қылышты ұстап жүретін адам ол Алпамыс ұстап жүремейді ғой. Міне енді осы Алпамысты сіз ескерткіші бар дедіңіз. Орхан Енисей ескерткіштерінің қатарында ол алып елетміш деген атпен тұр, аты аңызға айланған деп. Осы жерде ешқандай дау жоқ па? Осы ортада мен соны сұрайын деп едім. Шынында да алып елетміш Алпамыс па? Осыны айтып жеріңізші. Бұл енді алып елетміш деген жаңа мен әңгіменің барысында айтып кеттім ғой деймін, айтпасам тағы да қайталап айтайын. Тағы да сол жағы түрік қағанатын зерттеген үлкен ғалым жаңа Гумилев айтады. Түрік қағанаты дәуіріне тірелетін екінші сюжет Алпамыс туралы ертек дейді. Сөйтеді ол кісі алтайлықтардың Алп Манаш деген жырын зерттейді. Сонда оқиғалар барысында жағы оның дұшпандардың қолына түсіп қалуы, дұшпандардың қолына түсіп қалған оны атының құтқаруы, ол да біздің Алпамыс батыр жырының сюжетімен толық сәйкес келеді. Содан кейін бұл дейді, бұл жыр түрік халықтарының арасында кең тарап кеткен жыр деп шынында да сөйтіп айтады. Бірақ бұл Алпамыс батыр туралы ертек деп қадап тұрып айтады. Содан кейін Қазақ Совет энциклопедиясында айтады. Алпамыс батыр туралы зерттеулер оның 1300 жыл бұрын өмір сүргенін көрсетеді дейді. Ол түрік қағанатына, көк түріктер қағанатына келіп тіреледі дейді. Бұл Қазақ Совет энциклопедиясында жазылған. Бұл да тарихи зерттеудің нәтижесі. Содан кейін Жырмунский айтады. Алпамыс батыр жыры Қоңыраттардың рулық эпосы дейді. Бұл Қазақстан жеріне кең тарауы Шыңғысханның орталық Азияны жаулап алумен байланысты дейді. Демек, бұл жыр Қалқа даласында туындағанын көрсетеді. Ал енді осы деректің өзі-ақ біздің арқа сүйеуімізге негіз бола алады. Қазақ Совет энциклопедиясы ол анау мынау емес, ол алып елетміш деп отқанымыз. Иә. Сол Алпамыс деп айта беруімізге
болады. Ескерткіш сол Алпамыстың Ескерткіші. Бірақ ол Алпамысты өте қатты қиратқан. Күлтегіннің ескерткіші олай қирамаған. Түнкөктің ескерткіші олай қирамаған. Именно Алпамыстың ескерткіші қатты қиратқан. Оны Алпамыстың кім екенін білгендер кім білген? Орыстар білген. Олар сол Алпамыстың ескерткішін нысанаға алып атқан. Вандализмнің үлкен түрі. Оны халықтың санасынан жойып, оны жоқ қылып жіберуді көздеген. Ал енді біздің қазіргі тарихшылардың көбісі оны ол Алпамыс емес шығар, ол басқа шығар дейді. Бірақ басқа болатын ешқандай мүмкіндік жоқ. Басқа тарихта ондай адам жоқ. Содан кейін ол Байсыннан келді дейміз. Ол Байсында оның әкесі Бөрішат билік қылған. Бұл Бөрішаттың ұлы. Байбөрі дегеніңіз ол Бөрішат. Ол Бөрішат Айбарлы Жабы ханның баласы. Ол анау Кавказда соғыс жүріп жатқан кезде Айбарлы хан өлді. Содан кейін Айбарлы хан өлгеннен кейін Бөрішат елге қайтып келген. Қайтып келіп, өзінің еншілік аймағы Байсында билік құрған ол. Оның барлығы мынау эпоста, жырларда белгілі болып тұр. Бірақ оны Алпамыс жырында оны әкім дейді. Халқына қысым көрсетті, сосын өкпелеп кетті, бөлініп кетті дейді. Енді ол Алпамыс жырында ол көркем шығармаға жатады. Көркем шығарғанда вымысыл, домысыл деген болады. Ойдан құрастыру, қосу. Сондықтан ол жаңағы бірақ түп негізі ол Бөрішаттың баласы. Ол өзін мені білсең, мен Алпамыс төре мен боламан дейді. Ол значит ол хан тұқымы ол. Ханның тұқымы. Ал енді түп негізі бұл өзі түрк қағанатының хандардың бәрі бір зерттеушінің талдауын мен оқыдым. Ол осы Божбанның әулетінен тарайды екен. Оны ол дәлелдеген. Ал енді біз оны да теріске шығара алмаймыз. Сондықтан біз оны Алпамысты Божбан деуімізге де ақымыз бар. Өйткені ол сол түрк қағанатының жалғасы ғой, соның төресі. Сондықтан біз оны тарихи тұлға деп санаймыз. Бұл әлі де зерттей түсу керек, бірақ осы зерттеудің түп негізі осы. Біз айтқан деректер. Енді келесі сұрақ енді бұл түрк қағанатында ыдыраттық қой енді. Мына Қытай бар, мына өзіміздің ішімізде арамызда жүрген алауыздық бар. Енді сөйтіп енді ел қайтадан бір алаш болып бірігу үшін Шыңғысхан өмірге келу керек болды ғой. Оның ар жағында оның бабалары да, аталары да белгілі. Есукейден арғы аталарын да білеміз ғой біз енді. Енді осының ішінде әсіресе сол өзінің мемлекетін Моғол деп атауының өзі жаңағы Моғолжанға байланысты болып тұр, өзінің бабасы Моғолжанға байланысты болып тұр. Енді қараңызшы енді, осы жерді мынау орыстар қалай пайдаланып кеткен деймін да мен. Иә. Моғол деген сөзге ың деген сөзді қосып жіберіп, моңғол қылғанда жіберген. Ешқандай ондай мемлекетте жоқ ол кезде, ондай ел де жоқ мүлде. Жоқ. Ел жоқ. Ондай моңғол деп аталатын халық жоқ. Бірақ соны ана моғол деген сөздің бір ғана әрпін ендіріп жіберіп, моңғолды пайда қылып, бүкіл осынша жаңағы айтып отқан ғалымдарыңыздың барлығы ол енді Шыңғысханның қазақ екендігін, оның қоңырат екендігінде мойындап бітті ғой. Бірақ бітті толық, оған нүкте қойылды ғой. Бірақ оны әлде де сол моңғол қылғысы келіп аласұрып жатыр ғой, моңғол. Қоңыратқа қимайды ғой әлі толық. Қоңыратының өзі де моңғол дегенге келіп тұр ғой. Енді әңгіменің түйіні осы жерде. Осы жерде жаңағылардың осы кеңірдегін суырып алатындай айқасып атқаны сізбенен. Оны ешқандай қоңырат қылып қазақтың құрамына бірден ендіріп жіберіп, Шыңғысхан осындай қазақ қоңырат деп айтуға қимай атқан себебі сол анау жаңағы өздеріне қарай бұру, әркім өзінің руына, немесе өзінің руына қимаса, қоңыратқа қимаса, моңғол қылып қоя салсақ дейді ғой әңгіменің ашығы.
Мен осыған таң қаламын, оңғада осыған таң қаламын, осындай соншалықты бір-бірімізге өшпенді адам сияқты болмай, бәріміз бір қазақтың баласымыз, үйсін болайық, дулат болайық, қоңырат болайық, немесе басқа ағайын болайық, керей, найман болайық. Бәріміз бір қазақтың баласымыз, сол қазақ ішінен қоңыратқа тән екен, жарайды қоңырат болсын деп келісіп, бір құшақтасып қол алысатын күн бола ма, оңқа қалай ойлайсыз? Енді қоңыраттың жазығы желдің өтінде жүрген тайпа ғой бұл. Ең соғыста көп көрген тайпа, қазақ елін құруға қанымен де, жанымен де қызмет қылған тайпа. Сондықтан бұл қоңыратты енді өз тарихта өз орнын қойған жөн деп ойлаймын. Ал енді тағы бір кеше сіздің чатыңыздан ба неден оқып қалдым. Моңғолдардың қоңыраты дегенді. Моңғолдардың ішінде қоңыраттар ел жиған, анау бар, қаранут бар, анау бар, мынау бар деп жатыр. Ол кезінде сондай болып аталған болуы мүмкін. Бірақ ол кезде моңғол жоқ қой. Моңғолдың ішінде қоңырат болуы мүмкін емес қой ол. Ол қоңыраттар Шыңғыс ханмен бірге келді. Осы жерде де елді құрау үшін көп қырғын көрді. Бұл жерде де қатары сиреді. Содан кейін олар бұл жерге келген кезде тәңіршіл болып келді де, кейін ислам дінін қабылдады. Дінді қабылдағаннан кейін ол тайпаның аттарын да өзгертуге тура келді. Осындай жағдайлардың бәрін ескеру керек жалпы. Ал енді қоңыраттың қазақ елінің алдында ешқандай жазығы жоқ. Яғни бәріміз Құда қаласа ағайын болып қайта басымыз бірігіп қол алсамыз ғой. Қол алсамыз. Айқаса бермей. Енді бір соңғы сұрақ немесе соңғы нүкте деп есептесек те болады. Нағанай туралы. Нағанай туралы шынында да сіздің шырылдап жүргеніңіздің мәнісін біздің өзіміздің қоңыраттар түсінген жоқ еді. Олар нағанай осы жүре берсе не қалады деп те қалады. Несі бар сонша оңған нағанайда деп қалады. Оның мәнісі бұлай, менің ойымша. Нағанай деген кешегені өмір сүрген адам егер салыстырып қараса, қоңыраттың ғұн дәуірін көз алдыңызға елестетсеңіз, ғұн мемлекетін бұдан 1200-1300 жыл бұрын пайда болған мемлекет қой. 2,5 мың жыл. 2,5 мың жыл бұрын пайда болған. Бұл кеше мынау 600 жыл бұрын өткен нағанайдан ғана тарап қоя салғанымыз біздің қалай болады ағайын-ау. Біз бұрыннан келе жатқан қоңыратпыз ғой. Нағанайды біз атағыма қосып алайық, бірақ оған шейін бір атамыз болсын да қалсын да. Дегім келеді менің. Осы нағанайды жарайды, құрметтеңіздер, неғыңыздар, бірақ оның астарында бір мәселе бар ғой. Астарында бұл қоңыраттардың кешеге де пайда болған. Саяси мәселе бар. Кешеге де пайда болған. Ол анау ғұн деп жүргені, басқа деген өтірік оның бәрі деген, басқа мынау орыстардың идеясы ғой бұл шынына келгенде. Саяси астары бар да. Осындай идея ғой. Сол идеяға қосыла бермей, Құда қаласа. Нағанайды да біз жүда оңға, сіз нағанайды да ол атағыла берейік. Бір атаңызға қосып қоясаңызшы деп мен салатын едім. Сол нағанайды деп жүрген адамдар ДНК-ны неге өткізбейді? Бекеңнің айтып отқанда, Бекеңнің әңгімесінде тұрса екен. ДНК-дан шығады, или ол қарақалпақ па, нағанай, или қазақ па, или қоңырат па. Қоңыратқа 86% қой. Нағанайдың ДНК-сы жоқ бірақ. Бүйтіп айтыңыз, қарсы шыққанын нағанайды қосып атқандар ДНК-ны өткізсін. Сомен точка қойды. Нағанайдың ДНК-сын тапсын. Мәселе нағанайдың ДНК-сын таппай тұр ғой бұл. Жоқ, ондай кісі болмаған. Сондықтан да енді бұл нағанайды осымен тоқтатайық. Енді оны оңға түсіндіңіз ғой. Ол шерешшүр жаңағы бізге керек жоқ дей бермей-ақ, біздің бір атамыз болып жүре берсін ішінде. Нағанайда. Бірақ біздің атамы деп басымызға пәлеттіле боламыз. Тыңдасайды, әлі біткен жоқ бұл әңгімен. Ал ары қарай, ар жағында 2,5 мың жыл тарихы бар, қоңыратпыз біз деген әңгімені еш уақытта
маңызын да жоймайды, және біз соны айтқан, және ол мойындалған дүние. 3200. Иә. Ендігі жерде ДНК деген мәселеге байланысты жақында ғана сіздер елге барып, арнайы сіздерден ДНК тексерді. Қан алды. Қан алды. Құда қаласа, мен бір өзім осы ойымды жаздым ғой сізге. Мен егер жаңағы сіз осы тарихты жазып жүрген Оғыз ханнан Шыңғысханға дейін деген бүкіл Қоңыраттың тарихын жазып жүргеніңіз сіздің бекер емес. Құдай біледі, сіздің ДНК-ңыз анау жаңағы Шыңғысханның ДНК-сымен дәл келеді. Жоғарыдағы бізді қорғайтын біздің бабаларымыздың аруақтары, рухтары да сізді қолдағандықтан сіз осыны жазып отырсыз деп жатырмын. Сол сияқты Құда қаласа енді өткізген ДНК-ларыңыздың нәтижесі. Біз сол мен ойлағандай Даян ханның ұрпақтарыменен дәлме-дәл келсе, бізге ешқандай әңгіме болмайтынына сенімдімін. Сол кезде даған айда қалады жолда, басқа да айтыс тартыстың бәрі жайына қалады. Біз тікелей Шыңғысханның ұрпағы екендігіміз дәлелденеді қояды. Мінекей, Құда қаласа соған жетіңіз. Сіздің енді нәтижелеріңізді күтейік. Bir нәрсе қосайын. Анау Рашид ад-Диннің шежіресі бар, Әбілғазының шежіресі бар, Алтын шежіре бар, Моңғолдың құпия шежіресі бар. Осылардың барлығы Оғыз ханнан бастап алады да Шыңғысханға әкеліп тірейді. Ал енді Оғыз хан Қоңырат болатын болса, Шыңғысхан да Қоңырат. Біз осы шежірелердің бәрін мен ұялмай, қызармай айтар едім, бұл Қоңырат шежіресі деп. Осымен әңгімені аяқтайық. Осымен әңгімені аяқтаймыз, рахмет.